Bu yoqdan turib қазір егін алыпсың ғой bu. Жетіп жатыр жұмыс үйіне. Мынақты не істеп тастаған? Жынды ма мына жетелдер ше? Жынды екен не жауып тастаған? Сәл ауыра ма? Вот мынақты жауып тастаған да. Что там жетелдер қалайсыңдар? Жақсыңдар ма? Жақсыңдар ма? жақсы жерлер, жақсы. Жақсы. Ана ағаш не қойыңдар? Естің жақсы ма не? Ол нені? Ауылда цунами болады ғой. Қой, ауылда цунами бола ма не? Иә. Шынымен ауылда цунами бола ма не? Жетелдер? Иә, болады. Абайлай енді. Сосын ғой қоршап қойғанбыз. Қуамын деші кәні ол заборды анау-мынау. Не дейді? Ауылда цунами болуы мүмкін дейді. Бірақ жаңбыр жауып жоқ қой. Құдық су негізі бір бұлыққа толған, огородта толып тұр, нормально. Нормально қоймаңдаршы, қар яшым жоқ. Керек десең. Өтірген, ол қақта жоқ, бір өтірген әңгіме. Сене бермеңдерші, жетелер осы. Сене береді ғой, не істейсің енді. Бүгін деген огородты тазалап, огород істеп қойған. Жалақы мерді әлі берген жоқ ше, бір созғылап жүрді, мер қос ше бұл. Тез барып істеп сән қоппа. Балықтарыңызға сәлем достар, сәлем бүгінгі жерлер достар. Достар, көріп тұрғандарыңыздай ауылда цунами болады дейді, бірақ мен сенбеймін, өтірік нәрсе ғой негізі достар, өздеріңізге сенбейтін шығарсыздар. Себебі достар, ауылда вообще цунами болмайды да, тек бұрын 2 ай бұрын одан кейін болған жоқ, оның өзі жаңбыр жоқ. Қазір жаңбыр да жауған жоқ, ауа райы тап-таза әдемі болып тұр, тап-таза дейміз. Ондай цунами болады деп тұрған жоқ. Ауа райы достар, менің ойымша цунами негізі болмайды, примерно болмайды сияқты. Құдай қаласа мен ұйықтап алайын бір рахаттан. Опай, салқындап кетті ғой, аяғым сулап кетті. Не болып жатыр мына жерде? Мына су салқын. Бұл салқын су, не болып жатыр? Компьютер аман, кияқтан алайын. Не болып жатыр мақта? Телефоным шықмаса ғана кеттім. Опа. Не болып жатыр? Ал кеш батып жатыр, түн батып. Цунами Неяққана кеткен ғой, неяқта бәс жетелер жауып үлгеріп тұғын. Ал не істесің? Жетелдер, не болып жатыр неяқта цунами? Кім істеді мынаны? Кетші бар. Мыналар ауыра ма, жетелдер? Ана цунамиді кім істеген? Қорғыш цунами өз оты айттық қой саған. Мыналар жетелер, не сол сен бас деген? Жоқ, ауылда цунами оты айтты ғой. Ол қалай болды? Жаңбыр жауған жоқ қой. Жаңбыр жауғанда да цунами болған білмейсің ғой не? Жай ма, неге? Қыста қар жауғаннан кейін асты жерге су сіңіп, су қайта шығып жатыр ғой. Ондай да бола ма не? Түн батып жатыр, мен қалай ұйықтаймын үйіме? Зато ютубқа қосып бар да, оған шүкір енді. Мына достар камера қосып тұр ма? Короче, достар, көріп тұрғандарыңызды ауыл суға кетіп жатыр. Енді қалай енді? Аяқта кетті, жетеді қоршап үлгеріп тұғын. Қалай кетеді, соған таңғалып отырмын достар, цунами. Қарасаңызшы достар, кәдімгідей су кеткен ғой аяқтан. Плотно, аяқтар толып жатыр уже. Есікті сындырып кірген қойшы. Мына жетел аман қалған ғой. Мені қой жерге тиіп тұрған. Менікінен басқа жетелдер кетпесе, мына үй кете жаздап тұр достар, мына үй. Бірақ бұл кетпеген, өткен қоршап үлгерген ғой. Бұл да үлгеріп тұғын, жауып зат. Арам. Қалай болады бұл? Болмайды ғой достар, қалай болады цунами деген? Оның да болатын бір нәрсесі бар. Жаңбыр жауды ал достар. Одан сайын күшейді айт. Жетелдерге де сенен сау өлген, ал енді біттік ал. Ладно, етіп қолса кеттім, ұйықтаймын. Болмайды ма тұрмын. Кетіңдер, үйіне шыңдар, тез кетіңдер. Жұмайшап. Қошына жеге болсын ба, ұйықтап алайын. Ұйықтамасам болмайды. Жаңбыр қойып жатыр. Үсі қалмай, не болды қашыңдар? Дала су басып алды. Енді қашсайшы, мен шығайынды. Қашсаңдаршы енді. Шығасыңдар ма, шығыңдар, сөйтсеңдерші мен. Мен кірем. Кірсең кір. Мына жақта су басты ма не?
Ена цунами достар, ана жаққа да су еді ғой, мына жақта су жатыр. Әлі жаңбыр бітпеген. Енді не істесек болады достар? Біттік қой вообще. Яқын андай қарап жүріп тұр ғой. Әкім сөз сөйлеп өруге ма? Түнімен. Жетелдер, мам, яқта бәрі яқта тұрды. Маңдары яқтыға мінсеңдерші, яқтыға. Яқта апарып достар, аналар көмектесең. Ана жүре алмайды ана яқтылар. Өз мыналар да суға кеткен екен. Яқтан өтілмейді ғой, не істеген олар? Істемейді ғой. Айбай, сматым суатым. Достар, көп тағаныңыздар ауыз суға кетіп жатыр. Көп тағаныңыз достар ауыз суға кетіп жатыр. Не істерін білмей жатырмын достар. Білмеймін. Креатив жоқ, админнен сұрайын десем, ол да көмектеспейді. Вообще сет тартпайды, андайын десем, вообще көтермейді. Енді не істерін білмей жатырмын достар. Мен қой кетейін, андай жерге болмайды. Мынаны жүрмеймін достар, мына жерде. Жетіп қос кетпесе болған, көзіңізді вообще кетейін деп жатыр достар. Тағы бір болқа көтерсе бітті жетіп қос. Есік алмадым деп. Ана вообще кетті өзім. Сен болады ғой. Мен ақтарға барған ба екен? Шақтаға бірақ кірмеген дағы. Не жарқын? Шарққа айтып уақыт жоқ менде. Мен не істеймін? Достар, ауыл суға кетіп жатыр. Ауылға арық-марық істеткізбей ме? Ауылды құтқармай ма? Вообще қарамай ма аналар? Не істеді ғой? Ладно, не істесем де жетілдім. Не істеді? Көмексізші жетілді. Қу машинала сақыл өзі толып отырмыз. Сендердің де пайдаларын жоқ қой. Не істесем болады екен? Короче, достар, келесі бөлім шықсын десеңіздер, осы видео достар 10 лайк және де 100 просмотрдан асып тастайық достар. Онда шешеніңіздер бүгін достар, ана тіке лайк басып кетейік. Келесі екінші бөлім шықсын десеңіздер, анаға тіркеліп кетіп және де осы видео активіне қылып кетейік. Ал сонымен сау болыңыздар.